Сәлем балалар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ тілін оқулықтарың мен дәптерлеріңді дайындап отырсыңдар деген үміттемін. Ал балалар, сабақты бастайық. Өткен сабақта менің отаным Қазақстан тақырыбын өткен болатынбыз. Осы тақырыпты 2 рет өтеміз балалар. Ал енді біздің отанымыз Қазақстан. Кең жері байтақ еліміз біздің, туған жеріміз. Ал осы тақырыпты өтумен бірге біз бірнеше ережелерді қайталайтын боламыз. Ал енді өткен тақырыпта 3-ші тапсырманы берген болатынмын. Берілген сөздерге сөйлемдер құрастырып, жазда қалай керемет демалыс өткізгендерің туралы жазып маған жолдадыңдар. Өте жақсы балалар. Ал енді балалар, біз сауатты жазуды білу үшін қазақ тілінің ережелерін жақсы білу үшін әр қазақ тілі тақырыбында біз осындай салаларын талдайтын боламыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты, тақырыбы осы менің отаным Қазақстан болады, ал мақсаты бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Және де оқылым, тыңдалым материалдар бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып жазу дейді. Балалар, осы тақырыпқа байланысты тапсырма орындайтын боламыз. Ал біз бірінші тілдік бағдардағы бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерді ажырата білуіміз керек тапсырма орындауымыз үшін. Ал енді бірге жазылатын сөздер. Міне балалар, олар қандай сөздер? Тұлғасы өзгертілген біріккен сөздер бар. Мысалы, бүгін, бұл күн деген сөздің кіріктірілуінен жасалған. Бүгін, биыл, қысты күні, қыстың күні негізі, қысты күні дей саламыз, күзді күні, қолғап, жарған ат деген сияқты. Міне осылар. Осылар қалай айтылады, солай жазылады балалар. Бөлек ажырата жазуға болмайды, бірге жазылатын сөздер. Ал енді еш, әр, кей, бір, қай, әлде сөздері есімдік үстеулермен тіркесіп келгенде бірге жазылады дейді. Балдар, әрбір, әлде, қашан, біркелкі, ешкім, кейбір, қайбір деген сөздердің барлығы бірге жазылады. Бөлек жазылған болмайды. Кей, бір деп. Енді ары қарай бірге жазылатын сөздер 2 түбірден құралып, ғылымның әр алуан саласында, саяси, әлеуметтік, биологияда, астрономияда, химияда, тағы басқада терминдік мәнге ие болатын атаулар бастапқы түбір тұлғаларын сақтап бірге жазылады. Мысалы, балдар, ғылымда, саяси, әлеуметтік жағдайда, биологияда өте көп біріккен сөздер кездеседі. Білесіңдер, табиғатта, ғылымда, мысалы, баспа сөз дейді. Ғылымда қолданады. Бұл баспа сөз деген журналистикаға жатады. Баспа сөз, газет, журнал шығаратынды баспа сөз деп айтылады. Жаңалықтар тарататынды. Өнер кәсіп, кәсіп одақ, келіс сөз, темір тас, тамыр жеміз, сүт қоректілер, көкжиек. Міне сүт қоректілер, тамыр жиек деген, тамыр жеміз деген, көкжиек дегендер биология сабағында кездестіресіңдер, балдар. Мысалы, кемпір қосақ деген бөлек жазылмайды ғой, бірге жазылады, бірақ табиғаттың керемет құбылысы, балалар. Кемпір қосақ деген. Ал енді ары қарай 2, кейде 3 түбірден құралған аң құстардың аттары бар. Жан жануардың, құрт құмырсқаның, өсімдіктің атаулары бар, жаңа кездескендей жәндіктердің аттары. Енді тұлғалары сақталып бірігіп жазылады. Мысалы, қарақұйрық, ақбөкен, тасбақа. Біріккен сөзді айттыңдаршы деген кезде бірінші сендердің естеріңе тасбақа түсетін еді. Тасбақа. Бірақ ол жануардың аты. Бір қазан, құстың аты, аққұтан дейді. Жануардың аты. Көк құтан, аққу, құстың аты, айдар шөп дейді. Қырғаяқ, қаракүйе дейді. Міне осының бәрі биология сабағында кездесетін сөздер. Жер су аттары мен түбір тұлғалары сақталып бірігіп жазылады. Мысалы, балалар, бірге жазылатын сөздер бар. Қаланың, жердің, судың аттары,
Мысалы, Ақтөбе, Баянауыл, Ұлытау, Сырдария, Сарыағаш деген өзіміздің оңтүстікте мысал келтірейік. Сарыағаш деген бар. Тағы қандай мысал келтірсек болады? Қалалардың аттарын өте жақсы білесіңдер, Ақтау, Қызылорда. Тағы қандай қалалар бар? Жетісай қаласы бар, Сарыағашқа жақындау. Міне көрдіңдер ма? Жер су аттары екі сөзден құралып, бір ғана қаланың, жердің, судың атын білдіреді балдар. Ақсу, Ақбұлақ, Көкбұлақ деген бұлақтардың аттары бар екен. Енді екінші сыңары аралық тану деген сөзді немесе бірінші сыңары фото, электр, радио, авто, авиа, аэро деген кино, гидро, транс деген ультра, цифра деген сөздер. Екінші сыңары қазақ тілінің сөздері болады балдар. Мысалы, орыс тілінен енген сөздер ғой бұлар. Бұлар халықаралық, барлық адамға түсінікті сөздер болып саналады балдар. Бүкіл халыққа авто мен радио деген сөзді барлығы түсіне береді. Мысалы, халықаралық деген сөз жаратылыс тану, фото сурет, авто қалам, ультра күлгін. Жартылай орыс тілінен енген сөздер, термин сөздер, жартысы қазақша баламасын. Енді еш, әр, кей, бір, қай, әлде деген зат есімдер тіркескенде бөлек жазылады дейді. Еш адам, әр бала, қай зат дегенде. Міне балалар, ары қарай түсіндіңдер деп ойлаймын. Себебі мұғалімнің түсіндіргенінен жақсы түсінесіңдер деп ойлап, осының бәрін оқып, дұрыстап сендерге түсіндіріп беріп жатырмын. Бірақ видеода өте көп минуттың уақытын алып жатыр. Келесі сабақтарда видеоны қысқалау түсірем балалар. Тезірек сөйлеп үйреніп қаласыңдар олға дейін, Алғашқы күндер осылай түсіндіріп тұрмын. Тезірек сөйлеп, тезірек тапсырмаларды беріп түсіндіретін боламын. Енді балалар, ары қарай тапсырма орындайсыңдар. Бірге жазылатын сөздерді өте жақсы түсіндіңдер, жаңа кестеден, кітаптан көресіңдер. Ал енді сендерге тапсырма. Мысалы, 4-ші тапсырмадан бір мысал келтірейін. Бірге жазылатын сөзді көріп тұрсыңдар ма? Бір сөйлемін оқып берейін мен. Жазды күні қыс болса екен дейсің. Қыста жазды күні көксейсің. Қыста жазды көксейсің. Бұл неліктен, Адам баласын бабын қалай табуға болады дейді. Бұл жерде бірге жазылатын сөз жазды күні екен, Ал енді балалар, сабақты жалғастырайық. Сендерге тапсырма берейін, мен қызықты болсын, әрі ізденесіңдер. 7-ші тапсырманы берем. Сөз жұмбақты шеш дейді. Шешуін дұрыс тапқанда Қазақстан сөзі шығады балалар. Ортадағы бояудың ішіне Қазақстан деген сөз шығады. Егер мына сұрақтардың бәріне жауап берсеңдер, 9 сұраққа жауап берсеңдер, Қазақстан деген сөз шығады. Қане балалар, осы тапсырманы орындайық. Дәптерге таза жазамыз. Былғамаймыз, қазақ тіл дәптеріне әдемілеп сызып жазуға болады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Менімше тапсырмау сендерге оңай болады.